Шап өзегі каналис ингвиналис. Бұл өзек ер адамдарда фуникулюс сперматикус, яғни тұқымдық шылбыр арқылы, ал әйел адамдарда жатырдың жұмыр байламы лигаментум терес утерис арқылы өтетін болып табылады. Шап өзегі қиғаш бағытта орналасқан, ұзындығы шамамен 4-5 сантиметрді құрайды. 4 қабырғасы болады. Шап жарығы болған жағдайда тереңде орналасқан сақинасы анулюс ингвиналис профундус және беткей сақинасы анулюс ингвиналис суперфициалисті ажыратамыз. Ангулюс ингвиналис суперфициалис мінекей көріп отырсыздар, ал анулюс ингвиналис профундус бұл мінекей осында. Шап өзегінің қабырғаларына келетін болсақ, алдыңғы қабырғасы іштің сыртқы қиғаш бұлшық етінің апоневрозынан құралатын болып табылады. Артқы қабырғасы іштің көлденең бұлшық етінің шандырынан құралатын болып табылады. Ал жоғары қабырғасы іштің ішкі қиғаш бұлшық еті атап айтатын болсақ, және де көлденең бұлшық етінің төменгі жиегінен бастау алатын болып табылады. Төменгі қабырғасы іштің сыртқы қиғаш бұлшық еті науашығы немесе шап байламы лигаментум ингвиналидан құралатын болып табылады. Келесі шап сақиналары немесе тесікшелері. Шап өзегінің терең сақинасы және де беткей сақинасы болады. Терең сақинасы қай жерде орналасатынын көрсеттік, яғни ол фосса ингвиналис латералистің тұсында орналасады. Шап өзегінің беткей сақинасына келетін болсақ, яғни анулюс ингвиналис суперфициалис, шат сүйегі қасағасының маңында орналасқан, сыртқы пішіні сопақшалау болып келген болып табылады. Бұл тесіктің біз негізінен 3 қабырғасын ажыратамыз. Медиальды және де латеральды қабырғалары іштің сыртқы қиғаш бұлшық етінің апоневрозының медиальды аяқшасы крус медиале және латеральды аяқшасы крус латералені құрауға қатысады. Және де аралық қабырғасы аяқшаралық дәнекер-тінді талшықтар фибра интеркрюралис және иіліп доға тәрізді байлам лигаментум рефлексумнан құралатын болып табылады.